Ал әңгіме басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Ерлан Асқарұлы пәтеріне кірейін деп тұрған кезде, баспалдақ жақтан шыққан дауыс оны тоқтатты. Ерлан таңертең сағат 7:12-те оянды. Ол ешқашан оятқыш қоймайтын. Қабырғадағы сағатта жасыл сандар жарып тұрды. Терезенің сыртында сұр күн. Наурыз айы еді. Үйдің іші сәл салқын болды. Ол халатын киіп, ас үйге барып кофе қойды. Ерлан 62 жаста. Ол 2017 жылы жұмысын сатып, зейнетке шыққан. Бір жылдан кейін әйелі кетіп қалды. Ұрыспай, айқайламай, тек бір хат қалдырған. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Содан бері Ерлан жалғыз тұрады. Үйі үлкен, 3 қабатты. Камералар, автоматты перделер, бәрі бар. Алғашында ол адамдармен араласып жүрді. Балық аулауға барды, лекция оқыды. Бірақ уақыт өте ешкіммен сөйлеспей, үйде ғана отыратын болды. Оны да ешкім іздемейтін. Ерлан қансыз қою кофе ішіп, планшеттен жаңалықтарды қарап отырды. Телефоны үнсіз. Ешкім хабарласпады. Әдетте ол үй жинап, серуенге шығатын. Бірақ бүгін бір нәрсе көзіне түсті. Дәліздегі үстелдің үстінде кішкентай қара брелок жатты. Ерлан оны бұрын көрмеген. Қолына алып қарады. Батырмасы жоқ, жазуы жоқ. Қарапайым ғана пластик зат. Ол ойланып қалды. Камераларды тексерді. Үйге ешкім кірмеген сияқты. Бірақ бір қызық болды. Дәліздегі камералар түнгі 2:17-тен 2:48-ге дейін ештеңе жазбаған. Бұрын мұндай болмаған. Есіктер жабық. Дабыл жүйесі қосылмаған. Сонда да біреу кіріп кеткендей. Ерлан интернеттен қарап, бұл заттың адамды бақылауға арналған GPS құрылғы екенін білді. Оны көлікке, сөмкеге салып қояды. Ерлан қорқып кетті. Неге мені аңдып жүр, деп ойлады. Телефоны өшірулі тұрған еді. Қосқан кезде бірден хабарлама келді. Егер тапсаң, лақтырма. Олар сені бақылап отыр. Осыны оқығанда Ерланның жүрегі суып кетті. Үй іші тым-тырыс болып кеткендей сезілді. Тіпті бұрын естіліп тұрған ұсақ дыбыстар да жоқ сияқты болды. Үйдің іші тым-тырыс еді. Тіпті өз жүрегінің соққаны естілетіндей. Ерлан трекерді қайтадан үстелге қойды. Бетін суық сумен жуды. Барлық терезені, есікті, шатырды тексерді. Бәрі жабық. Ештеңе сынбаған. Ештеңе жоғалмаған. Бірақ ол біреу үйге кірген анық сезді. Әрі бірдеңе қалдырып кеткен білді. Сол күні ол көптен бері алғаш рет далаға шықты. Дүкенге барып, нан, шұжық, темекі алды. Өзі темекіні 2012 жылдан бері тартпайтын, бірақ бәрібір алып шықты. Үйге қайтып келе жатып, қаңырап тұрған құрылыс жанынан өтті. Сол жерде біреу өзіне қарап тұрған байқады. Жыртық күртеше, басында футбол командасының белгісі бар қалпақ киген бала тұрды. Бала сол құрылыстың ішінде тұратын сияқты. Ол Ерланға бірдеңе айтқысы келгендей қарады, бірақ үндемеді. Ерлан үйіне келіп тамақ ішті де, барлық құлыпты жауып тастады. Кешке ол тағы да сол қара брелокқа қарап ұзақ отырды. Енді ол оған жай зат болып көрінбеді. Бұл жай кездейсоқ нәрсе емес екен. Бәрі енді басталып жатқан сезді. Сол түні ол дұрыс ұйықтай алмады. Ас үйде жарықты қоспай отырды. Үйді тыңдап отырды. Кейде тұрып, терезеге қарап, есікті тексеріп қояды. Ішінде бірдеңе оятылғандай болды. Көп жыл жалғыз өмір сүріп, бәріне үйреніп кеткен еді. Бірақ қазір бұрынғы сақтығы қайта оралды. 90-шы жылдары күзет қызметінде істеген кезіндегі әдеті есіне түсті. Қауіп сезімі жоғалмайды, тек уақытша ұйықтап жатады. Таңға жақын ғана қонақ бөлмедегі диванда көз іліп кетті. Таңғы сағат 9-да бір дыбыстан оянды. Біреу қақпаны қақты. Жай, тез қақты. 3 рет, сәл үзіліс, тағы 3 рет. Ерлан бірден ашпады. Терезеден сығалап қарады. Қақпаның алдында сол баяғы құрылыс жанындағы бала тұр екен. Үстінде жыртық күртеше,
Басында сұр капюшон, аяғында көк кроссовка, қолында полиэтилен пакет ұстап тұр. Тыныш, сабырлы. Сонда Ерлан барып қақпаны ашты. «Мұнда не істеп жүрсің? Тамақ бар ма?» Деді бала, төмен қарап. «Өзің кімсің?» «Төрехан, 12 жастамын. Осы жерде жүрем. Атымды қайдан білдің?» Бала біраз үндемей тұрды да, сосын айтты. «Кеше түнде сенің үйіңе 2 адам кірді. Біреуі бойшаң, капюшон киген. Екіншісінің арқасында сөмке болды. Ерланның арқасынан суық жүріп өткендей болды. Ол үнсіз артқа шегініп, баланы аулаға кіргізді. «Айта ғой», деді. Екеуі баспалдаққа отырып алды. Ерлан шай құйып берді. Нан мен шұжықтан бутерброд берді. Бала үндемей тез жеді. Сосын бала айтты. «Олар түнгі 2-лер шамасында келді. Мен қоршаудың ар жағындағы бетон құбырдың ішінде ұйықтап жатқанмын. Жапырақ сыбдырлаған соң оянып кеттім. Қарасам, екеуі қоршаудан асып түсті. Қайда баратын біліп келгендей болды. Қолдарында фонар да жоқ, сөйлескен де жоқ. Біреуінің қолында көк жарық жанып тұрды. Алдымен ұры шығар деп ойладым. Бірақ біреуі сөмкесінен бірдеңе шығарды. Екіншісі қарап тұрды. Шамамен 20 минуттан кейін кетіп қалды. Бәрін тез істеді». Ерлан мұқият тыңдап отырды. «Сен шынымен көрдің бе?» «Мен ақымақ емеспін. Мұндайларды бұрында көргем». Ерлан сәл кідіріп. «Неге маған айттың?» деді. «Білмеймін. Сен жаман адамға ұқсамайсың. Қорқып кеттім. Сені өлтіріп кетер деп ойладым». Ерлан ұзақ үндемей отырды. Сосын үйге кіріп телефонын алып шықты да трекердің суретін көрсетті. Осылар осыны қалдырды. Бала бірден басын изеді. Дәл сондай. Аңдитын адамдарда осындай болады. Бірде автотұрақта тұрған бір адамның көлігінен көргем. Кейін оны тонап кетті». Тағы да тыныштық орнады. Ерлан ішінен бір жаман нәрсе басталып кеткен сезді. Өзі бақыламайтын бір істің ортасына кіріп кеткендей болды. «Олар кім?» деді Ерлан. «Білмеймін. Бірақ кетіп бара жатқанда біреуі телефонмен сөйлесті. Даусында акцент бар еді. Оңтүстіктің адамы сияқты. Ол тіпті артынан бақылап жүргенін де білмейді», деді. Бала тамағын бітіріп, Ерланға қызыға қарап отырды. «Сен бұрын милицияда істедің бе?» Ерлан күліп жіберді. «Жоқ, «Бұрын директор едім. Бұрын күйеу едім. Қазір ешкіммін». Сосын айтты. «Жүр, қай жерде ұйықтайтынды көрсет». Екеуі көшеден өтіп, құрылыстың жанына барды. Бетон қоршаудың ар жағында 2014 жылдан бері бос тұрған жер. Құрылыс ішінде иілген тақтайлар, ескі поддондар, тот басқан сатылар жатты. Бетон құбырдың ішінде шынымен де ескі ұйықтайтын қап, рюкзак және суы бар пластик бөтелке болды. «Мұнда жалғызсың ба?» деп сұрады Ерлан. «Бұрын екеу едік. Біреу кетіп қалды, екіншісі жоғалып кетті. Қазір өзім ғана», деді бала. Ерлан қалтасынан ақша шығарып балаға берді. «Бұл ақпарат үшін емес, жай аш жүрмесін» деп. Бала үндемей алды да кенет сұрады. «Сен бірдеңе істейсің бе?» Ерлан оған қарап. «Істеймін» деді. Түске жақын Ерлан үйіне қайтты. Кіреберісте сол қара брелок тағы да жатыр екен. Таңертең ол оны жәшікке салып қойған еді. Ал қазір дәл бұрынғы орнында тұр. Ұқыпты қойылған. Сол сәтте Ерлан Төреханның өтірік айтпағанын түсінді. Бұл істен қашып құтыла алмайтынын да білді. Бала кеткеннен кейін Ерлан бірнеше сағат бойы верандада отырып, не істеу керегін ойлады. Қай жерден бастарын білмесе де, ішінен бір шешімге келді. Ештеңе істемей отыра алмайды. Бұл сезім оған бұрынғы күндерді еске салды. Қауіптерді тез есептеп, алға жоспар құру керек болған кездерді. Сол сезім оған қайтадан өмірге деген қызығушылықты қайтарды. Қорқыныш азайып, оның орнына жинақылық келді. Ол ең оңай жерден бастады. Ескі ноутбугін алып, өз архивіне кірді. Бұрынғы жұмысының көбі қауіпсіздікпен байланысты еді. Онда есептер, хаттар, адамдардың аты жөні, кездесулер, жұмыс кезіндегі жанжалдар сақталған. Бірнеше хаттарды қарап отырып, бір таныс фамилияға көзі түсті. Нұрлан Серікұлы, қаржы маманы, тыныш мінезді, бірақ өте өршіл адам.
Ол Ерланмен 2010 жылдан 2016 жылға дейін бірге жұмыс істеген. Ақылды еді, бірақ өзіне тым сенімді болатын. Соңғы жылы араларында кикілжің көбейді. Нұрлан қауіпті шешімдерді ұсынып, күмәнді компаниялармен келісім жасауға тырысты. Заңгерлермен жиі ұрысты. Бір жиналыста Ерлан оны бәрінің алдында тоқтатқан. Сол оқиғадан кейін Нұрлан жұмыстан өз еркімен кетіп қалған. Бір айдан кейін фирмада тексеру болды. Мәліметтер тарап кетіпті деді. Бірақ бәрін жауып тастады. Ал Нұрлан содан кейін мүлде көрінбей кетті. Жоғалып кеткендей болды. Ерлан ол кезде бұл туралы көп ойламады. Басқа шаруасы көп еді. Ал қазір бәрі қайта еске түсіп жатқандай болды. Ерлан интернеттен Нұрланды іздеді. Әлеуметтік желілерде ештеңе жоқ. Соңғы жазбасы 2016 жылы. Әйелі мен итімен түскен сурет қана. Содан кейін мүлде тыныштық. Бұл тым күмәндеді. Ерлан бұрын бірге жұмыс істеген компьютер маманы Жандосқа жазды. Нұрлан, қазір қайда екенін білесің бе? Тез керек болып тұр. 3 минуттан кейін жауап келді. Ол шамасы оңтүстікте жүр. Біреулерден естідім. Жасырым IT топтармен араласып кеткен сияқты. Қазір күмәнді істермен айналысады дейді. Ерлан бірден неге деп сұрамады. Ол қайтадан сол трекерге қарады. Оны ноутбукке қосып, арнайы бағдарламамен тексерді. Құрылғы жұмыс істеп тұр екен. Әр 30 минут сайын оның қай жерде жүргенін жіберіп тұр. Трекердің нөмірін тексерді. Жаңа ғана 1 ай бұрын ашылған жалған аккаунтқа тіркелген болып шықты. Демек, біреу Ерланды әдейі бақылап жүрген. Жай қызығушылық емес. Ерлан өткенді еске түсіре бастады. Соңғы жылы Нұрлан тұйық болып кеткен еді. Кейде, бір күні сен түсінесің, біз сені бекер тыңдаған екенбіз. Кейбір ақшалар лас емес, жай басқа түсті ғана деп қоятын. Ол кезде Ерлан бұған мән бермеген, жай бос сөз деп ойлаған. Ерлан Жандосқа қайта қоңырау шалды. Жандос бірден көтерді. Ерлан, байыппен айтсам, Нұрланнан абай бол. Қазір ол туралы жаман әңгімелер жүріп жатыр. Қандай әңгіме? Ол адамдарды жамандау, аңду сияқты істермен айналысатын топқа кіріп кеткен дейді. Ақылды схема, із қалдырмайды. Хакерлік емес, адамның әлсіз жерін пайдаланады. GPS қояды, камера арқылы қарайды. Адамдарды алдап, ақпарат жинайды. Сосын қорқытып ақша сұрауы да мүмкін. Ешкім ешкімді тікелей танымайды. Бәрі жасырын байланыспен істейді. Бұл рас па өзі? Деді Ерлан. 100% емес, бірақ бәрі соған ұқсайды. Ерлан рахмет айтып, телефонды қойды. Үнсіз отырып қалды. Енді бәрі түсінікті бола бастады. Оның жалғыздығы, үйіне ешкім келмейтіні бәрі бекер емес еді. Үйі ескі, қонақ келмейді. Сондықтан ол үшін оңай нысана еді. Бұл тек ақша үшін істеліп жатқан нәрсе емес сияқты болды. Нұрлан бұрынғыны ұмытпай, ішінде кек сақтап, әдейі істеп жүрген болуы мүмкін. Ерлан аулаға шықты, қоршауға қарады. Бұрын мықты көрінетін үйі енді әлсіз сияқты сезілді. Әр дыбыстан біреу қарап тұрғандай болады. Енді ол өзін қауіпсіз сезінбеді. Өзін бақылап жүргенін анық білді. Сол күні-ақ ол пойызға билет алып, Шымкентке жолға шықты. Тез жиналды. Паспорт, ноутбук, трекер, аздап ақша. Ешкімге айтпады, Төреханға да. Жай ғана тез кеткісі келді. Пойызда үнсіз отырды. Терезеден ауылдарды қарап, дөңгелектің дыбысын тыңдап отырды. Ойында тек Нұрлан, оның дауысы, бұрын айтқан сөздері жүрді. Бәрі өз өмірі емес, бөтен біреудің өмірін көріп отырғандай сезілді. Бірақ қорқыныш шын еді. Қалаға келген соң, вокзалдың жанындағы шағын қонақ үйге тоқтады. Алдын ала бұрын жасамады, құжатта көрсетпеді. Ақшасын қолма-қол берді. Әкімші ештеңе сұрамады. Келесі күні ол бұрын көмектескен таныс айтишник Серікті кездестірді. Серік ақпарат қауіпсіздігімен айналысатын жеке фирмада істейтін, қаланы жақсы білетін. Олар қаланың шетіндегі бір кафеде кездесті. Ерлан бәрін толық айтпады, бірақ істің қауіпті екенін Серік бірден түсінді. Біреу сені аңдып жүр ме? Деді Серік. Иә, бірақ мен сол істің артында тұрған адамды іздеп жүрмін. Ол осы жақтан болуы мүмкін.
Қолында бірдеңе бар ма? Құрылғы. Ерлан трекерді шығарды. Серік оны планшетке қосты. Бұл жай ойыншық емес. Белгісі қорғалған. Мұнда микрофон да бар. Демек, сені тыңдап та отырған. Ерлан тісін қатты қысты. Кім қосқан білуге бола ма? Болуы мүмкін, бірақ уақыт керек. Қазір қарап көрейін. Бірнеше минуттан кейін Серік басын көтерді. Бір байланыс бар. Ашық Wi-Fi сияқты көрсеткен, бірақ жүйеде аты қалып қойыпты. Қандай ат? Айманов 72. Ерлан ауыр дем алды. Бұл маған тым таныс. Орнын табуға бола ма? Шамамен Тұран ықшам ауданы. Дәл емес, бірақ бір нақты мекен бар. Бұл бұрынғы ғылыми институттың ғимараты екен. Қазір ішінде әртүрлі кеңселер жалдап отыр. Ерлан Серікке рахмет айтып сыртқа шықты. Іші мазасыз болды. Ол өзі де түсінді. Ешқандай жоспар жоқ. Дәлел жоқ. Тек ішкі сезіммен келе жатыр. Кешкі 5-те шамасында керек ғимаратқа келді. Сор түсті, 5 қабатты ескі үй. Сыртында телефон жөндеу, бизнеске арналған көлік жалдау, IT орталық деген жазулар тұр. Ерлан ішке кіріп, 3-ші қабатқа көтерілді. Есіктердің бәрінде жай ғана қағаз жапсырылған. Коридормен баяу жүріп, тех резерв деген есіктің алдында тоқтады. Қоңырауды басты. Есікті 20 шамасындағы қыз ашты. Ерланды көріп, сасып қалды. Кешіріңіз, Нұрлан осы жерде ме? Деді Ерлан. Сіз кімсіз? Деді қыз. Ескі танысымын, сөйлесу керек. Қыз біраз ойланып тұрды да ішке кіргізді. Ол келіссөз бөлмесінде, күтіміз. 1 минуттан кейін Нұрлан шықты. Ерлан оны бірден таныды. Көзқарасы сол қалпы, бірақ шаршаңқы. Жасы үлкен көрінеді. Қара водолазка, джинсы киген. Ерлан, сен бе? Келетініңді ойламаппын. Ал мен сені таба алмаймын деп ойладым ба? Табатыныңды білдім. Тек қашан келерінді білмедім. Екеуі терезесі жоқ кішкентай бөлмеге кірді. Нұрлан сабырлы, тіпті қызығып отырғандай. Үйіңдегі трекер туралы айтып тұрсың ба? Бұл саған жеке қарсы жасалған нәрсе емес. Сен жай ғана бір нысана болдым. Ерлан қабағын түйді. Нысана дейсің бе? Біз жалғыз байланысы аз адамдарды бақылаймыз. Қалай өмір сүретінін көреміз. Кейде қорқытып та қоямыз. Не үшін? Кейбіреуі қорқып, өздері бізден қорғаныш сатып алады. Яғни, біз мәселе жасап, сосын соны өзіміз шешеміз. Ерлан үнсіз қалды. Ал мен ше, деді ол. Нұрлан тік қарап. Сен жеке жағдайсың. Бұл баяғы оқиғашын ғой. Сен әлі де ренжіп жүрсің. Нұрлан иығын қиқаң еткізді. Сен менің жұмысымды бітірдің. Бір ғана баяндамаңнан кейін бәрі кетті. Отбасы, жұмыс, ақша. Содан кейін бәрін қайтадан, нөлден бастауға тура келді. Даркнетте, көшеде жүріп үйрендім. Келіп сөйлесуге де болатын еді ғой. Мен өз жолыммен келдім. Біраз үнсіздік болды. Сосын Ерлан айтты. Бұл осымен бітеді. Нұрлан жай ғана. Кім үшін бітетінін уақыт көрсетеді, деді. Мен дәлел табам, Нұрлан. Бұл жолы жай сөзбен құтылмайсың. Ерлан тұрып шығып кетті. Артына қарамады. Сыртта қараңғы түсіп қалған еді. Ол бұл істің енді ғана басталғанын сезді. Енді Ерлан кімге қарсы тұрғанын білді. Нұрланмен кездескеннен кейін ол қонақ үйге қайтты. Сол жерде алғаш рет қатты шаршаған сезді. Дене емес, ішкі шаршау еді. Ашуланбады да, тек қашан, қай жерде бәрі бұзылып кеткен түсінбей, іші босап қалғандай болды. Бұрын бірге жұмыс істеп, тамақ ішкен адам қалайша осындай суық, адамдарды аңдитын адамға айналды. Соны ойлады. Түнде ұйықтай алмады. Камера жазбаларым қайта-қайта қарап, бұрынғы әңгімелерді еске түсіріп отырды. Көлеңкелерден жауап іздегендей болды. Таңертең бір шешімге келді. Үйіне қайтқан соң ең алдымен Төреханға барды. Бала әлі де сол құрылыста, бетон құбырдың ішінде ұйықтап жүр екен. Өңі бозарып кеткен, үндемейді. Ерлан оған тамақ, жаңа ұйықтайтын қап, куртка алып келді. Менімен жүр, деді. Қайда? Жай жүр, өзім айтам. Екеуі
әлеуметтік көмек көрсететін орталыққа барды. Ерлан ол жақтағы басшымен алдын ала сөйлесіп қойған. Бәрін қысқаша түсіндірді. Аздап ақша да берді. Төрехан сол жерге қабылданды. Құжаттарын жасап берді. Бала қарсы болмады да, қатты қуанып та кетпеді. Тек кетерде жай ғана: «Мені көрмегендей болып кетпегеніңе рахмет» деді. Ерлан үйіне қайтып келіп, полицияға барды. Өзі де білді, бұл қауіпсіздеу жол, бірақ бәрібір қорқынышты. Егер бәрі жақсы жасырылған болса, дәлел жетпеуі мүмкін еді. Ол трекер туралы, аңду туралы, Нұрланмен сөйлескенін түгел айтып берді. GPS жазбаларын, скриншоттарды, тіпті кеңседе жасырын жазып алған дыбысты да тапсырды. Онымен сөйлескен тергеуші сабырлы болды. «Мұндай істер күнде бола бермейді, бірақ сіз дұрыс жасадыңыз» деді. Келесі күндер күтуімен өтті. Ерлан бұрынғы өміріне қайта оралды. Кофе, жаңалықтар, анда-санда қоңыраулар. Бірақ енді бәріне мұқият қарайтын болды. Терезе сәл ашық тұрма, бұрышта бір машина көп күн тұрма, бәрін байқайды. Ұзақ ұйқыдан оянғандай болды. Бір аптадан кейін сол тергеуші қайта қоңырау шалды. «Біз тексердік. Кейбір деректер басқа іспенде сәйкес келіп тұр. Біз бұл іспен айналысамыз». Ерлан қуанарын да, қуанбасын да білмеді. Нұрлан қашып кетуі мүмкін екенін түсінді. Ондай адамдар бір жерде ұзақ отырмайды. Оларда бәрі интернет арқылы жүреді. Бірақ бәрібір Ерлан ішінен «Мен қолдан келгенін жасадым» деп ойлады. 2 аптадан кейін Төрехан өзі келді. Үсті таза, қолында орталықтан берілген қағаздар бар. «Оқуға барғым келеді» деді. «Программист болсам ба, әлде электрик? Қазір бәрі сыммен ғой». Екеуі верандада үнсіз отырып шай ішті. «Олар қайта келіп жүрсе, қорықпайсың ба?» деп сұрады Төрехан. Ерлан жымиып: «Келсін, енді мен жалғыз емеспін» деді. Ол сол кезде түсінді. Нұрланның тағдыры қалай болатыны маңызды емес. Ең маңыздысы, қараңғылық келгенде сен кім болып қаласың? Тағылып қаласың ба, әлде тіке қарап тұрасың ба? Кешке ол тағы да камераларды тексерді. Есіктерді құлыптады, шай қойды. Терезенің сыртында бұрынғыдай көше. Бірақ енді ол көшеде аздап болса да жарық бар сияқты көрінді.